Ал, қазақтар, не болды? Мұна жер көктің бәрін қарғын су алып кетіп, ауылдарды, қалалардың бәрі су басты. Әлеуметтік желіні қарасаң, бұратыла күңіренген постлар, адам шошиды. Бала кезімде біздің Жаңақорғанда Сырдария бар, мына жағымызда Қаратау ғой енді. Сол Қаратаудан қарғын су ағады. Соның жолдарында арықтар пайда болған, іздері жатыр. Мынау 120 жыл бұрын ба? 120 жыл бұрын Орынбор Ташкент теміржолы салынған кезде сондай қарғын су өтетін жерлердің бәріне көпір салынған. Ал жап-жазық бір далалы жерде айдыла дейміз ғой, көпір тұр. Сосын мынау не алып тұр? Содан бір күні бір қария кісі айтты, мен осын деді, бір гидролог келді, содан сұрадым дейді. Мынау не сонда деп. Сонда сол кісі айтып еді дейді. Анау қарғын су 10 жылда, 12 жылда өз болып тұрады ғой енді бір. Қазақта жұт жыл деп айтылады сол. Высокосный деп айтылады ғой. Қар егер қалың жауып, мөлшерден тыс, анау күнделікті өтетін өзінің арнасына сыймай қалса, ана жерге келіп ұрады дейді. Сөйтіп кері қайтқан кезінде жаңағы ашық жатқан далада сөрге келіп екі жақтың ағын сулар келіп қосылады екен де біріне бір. Сөйтіп жаңағы теміржолды ұрады екен. Міне дәл сол ұратын жерде Николай патшаның инженерлері көпір қалдырып кеткен ғой, теміржолдың астынан. Деп бәрі бүйтіп қол сілтеді. Содан мен осы егемен Қазақстан кезінде елге барсам, қатты бір не болды. Жаңағы ағын су, қарғын су. Жаңа Батыс Қытай, Батыс Европа деген теміржол салынды ғой, жаңа теміржолдың іргесімен жайылып. Оларда барлық белгілі жердің бәріне, өтетін жердің бәріне көпір қалдырған. Бірақ ана айдыла тақыр жердегі Николай патшаның инженерлері көпір қалдырып кеткен жерге олар нахуй деген ғой. Сөйткенде жаңағы бітеп кеткен, ештеңе істемеген. Сонымен жаңағы қарғын су келді ақыры, мөлшерден тыс. Сөйтті де жаңағы жерден келіп ұрған кезде мынау Батыс Қытай, Батыс Европа жолының ана жерін орып тұрып, кәдімгі судың несі ағысы қатты ғой. Барып ұрады теміржолға. Теміржолдар көпір тұр енді, су тесік. Сол жерден өтеді да дарияға құяды. Менің айтайын дегенім, осы советтің кезінде осы ауылдық жер болсын, қалалар болсын, осыларды қарғын судың білет, қай кезде қай жерден өтетін. Соған дамбылар жазып, кейбір жерлерде жаңағыдай үлкен ғорлар қазып қоятын. Сөйтіп ауылдық жерлерде айналып өтетін өздерінің жүйелері бар еді. Соның бәрі мынау жабайы капитализм дейміз ғой, хайуан капитализм. Келді де не істеді? Мынау тау жақтағы, әсіресе Көктөбе жақтағы үйлердің бәрі бірінің үстіне бірі сап қойған, я арық жоқ, я басқа жоқ, бәрін бітеп алған. Міне осылай болған. Ол ауылда болсын, қалада болсын. Яғни азынан кешке дейін барып, Алла деп мешітке барып тоңқая бергеннен оны істемейді оны. О, Алла ми берді ғой. Енді соның бәрін жасайтын ғалымдар, мамандар. Оны кім істейді? Оны барып оқу керек адам. Оқып, жаңағының бәрін, жаңа жолдарын жасап, сөйтіп қоймаса, осылай болады, бола береді. Бұдан да артығы болады. Соны айтайын дегенім, айналайын, қазағым, ақыл есіңді жиып, мешітке бара бергенше, балалар оқысын, маман болсын. Мынандай ненің осы болып жатқан мына құбылыстың бәрі ешқандай аспандағы Алланың деп тұрған жоқ. Бәрін мамандар кезінде айтып қойған, жүйелеп қойған, тек сол орындалу керек. Бірақ ол үшін ми керек та.